Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Нұршахар. Бүгін сіздерге осындай өрнектелген ерекше табақтың астына қоятын төсеніш төсеуді үйретемін. Видеоның соңына дейін көруге кеңес беремін. Олай болса жұмысымызды бастаймыз. Бізге керекті құрал жіп және де крючок. Жіп маңызды емес, қандай жіп екені. Любой жіппен тоқи беруге болады. Мықтылау болу үшін осындай менде трикотажный жіп. Ендеше сабағымызды бастаймыз. Ең алдымен осылай үлкен шеңбер жасап, осының ішінен үш воздушный көтеріп, енді осының іші толғанша столбик с накидімен тоқып шығамыз. Бір, достар, мен іші толғанша тоқыдым. Артқы жібін осылай тартып, бекітіп. Менде 15 столбик с накидім болды. Енді мына ең бірінші бастапқыда көтерген 3 воздушныйдың үшіншісіне осылай бекітеміз, біріктіреміз. Енді достар, тағы да 3 воздушный көтеріп, содан кейін дәл осы астына, столбиктің қасына тағы бір столбик тоқимыз. Одан кейін келесіне бір столбик. Одан кейін келесіне 2 столбик. Одан кейін бір столбик. Екі столбик. Осылай кезекпен кезек. Бір столбиктің үстіне 2 столбик, одан кейін бір столбиктің үстіне бір столбик, кезекпен кезек 2 столбик, бір столбикпен қатарды аяқтаймыз. Мен қатар толықтырдым. Енді керек басымен біріктіреміз. Осымен бізде екінші қатар бітті. Енді үшінші қатар. Үшінші қатарда да дәл осылай 3 столбик көтеріп, 3 воздушный көтеріп, одан кейін дәл сол столбиктің астынан тағы бір столбик тоқып, бұл қатарда енді достар, мынандай бір столбиктің ішіне 2 столбик тоқимыз. Дәл осылай. Дәл осылай қатарды соңына дейін тоқып, және де достар, бұл үшінші қатар, төртінші қатарды дәл екінші қатар тоққандай, біреуіне бір столбик, екеуіне 2 столбик, одан кейін бір, одан кейін 2, 1, 2, 1, 2 деп төртінші қатарды аяқтаймыз. Мен төртінші қатар біткенде келесі түсті жалғауға келгенше тоқыңыздар. Мен келесі түсті жалғағанда, сіздерге қайта шығам, қайта көрсетемін. Оған дейін дәл осылай 4 қатар тоқыңыздар. Достар, мен 4 қатар тоқып болдым да, осылай бекіттім. Қайшымен қиып тастап бекітесіздер. Енді достар, келесін көрсетейін. Любой жерден осылай келесі түсті алып жалғайсыз. Тағы да 3 столбик көтеріп,
3 воздушник көтеріп осыны енді осы жерде бір столбиктің үстіне 2 столбик, одан кейін 2 столбик бір-біреуден тоқып, одан кейін келесі столбиктің үстіне 2-ден тоқимыз. Мінекей қарап жүріңіздер. Басында бірінші столбиктің үстіне 2 столбик, одан кейінгі бір столбиктің үстіне 1 столбик, одан кейін бір столбиктің үстіне 1 столбик, одан кейін бір столбиктің үстіне 2 столбик тоқимыз. Сонда бізде 2 столбик, содан кейін бір-біреуден, содан кейін 2 столбик, бір-біреуден, сосын 2 столбик, бір-біреуден. Дәл осылай, осы басқа дейін тоқимыз. Мінекей достар, мен соңына келдім. Енді басын бірге қосып, 3-ке көтереміз. Тағы осылай бір қатар тоқсаңыз да болады, не болмаса осы тұрған өрнекті бастап кетсеңіз болады. Мен дәл қазір осы тұрған өрнекті тоқимын. Сол үшін мұқият қарап, видеоның соңына дейін көріңіз. Крючокқа жіптіріп, мына дәл соның түбінен 2 болды. Енді 3 воздушник көтеріп, 3 крючокқа жіптіріп, жартылай бір шығарамыз. Крючокта 2 петля, крючокқа жіптіріп, дәл сол тесіктен шығарып, крючокта бір шығарып, крючокта 3 петля, осы үшеуінен бір шығарамыз. Енді крючокқа жіптіріп, мынандай ені жаңағы клетка, 2 клетка тастап отырамыз. Мысалы, мынау біреу, екеу, үшіншісіне апарып, дәл жаңағыдай жартылай тоқимыз ғой. 2-ін шығарып қойдым, енді тағы да сол тесікке кіргізіп, тағы да шығарам. Одан кейін 3 воздушный крючокқа жіптіріп, дәл осы шығарған тесікті өткізіп, крючокта осы кезде 3 петля тұр ғой. 3 жіп, соның 2-інен бір шығарам, сол кезде крючокта 2 петля. Крючокқа жіптіріп, тағы да дәл сол тесікке кіргізіп, крючоктан 2-ін бір шығарам, 3-еуін тағы да 2 шығарам. Тағы бір көрсетейін. Крючокқа жіптіріп, 2 көз тастап, 3-ші көзіне кешіріңіз. Міне 2-ден кейін крючокқа іліп, тесіктен шығарып, 3-еуін шығарып, осы 3-еуден бір тоқимыз да. 3 воздушный, одан кейін тағы осыған 1, 2, 3 шығардым. Міне, дәл осылай 2 көз тастап, осы жерге дейін тоқимыз. Достар, мен соңына жеттім. Енді осы басымен біріктіреміз. Бұдан кейін қалай тоқимыз деген кісілерге, мінекей, қараңыздар. Осының үстінен әлде де үлкендеу алып тоқимын десеңіздер, мына жерде осылай арасынан біріктіріп жүреміз. Содан кейін шеңбердің ішіне келіп, тағы бір біріктіріп, осы жерден 3 воздушник көтеріп, осы өрнектің ішіне тоқимыз.
2, енді 3 воздушный. Дәл осылай 3 воздушныйдан тоқып, осы соңына дейін тоқимыз. Соңына дейін тоқығанда менде қараңыз, 1, 2, 3, 4, 5 қатар, 6 қатар, 7, 8 қатарға енді 2 қатар тоқисыздар. 2 қатар дәл осылай тоқып, енді ескертетінім, осы қатарды тоқып болғаннан кейін келесі қатарда мына ортасындағы жіптің біреуін 3-еу, одан кейінгісін 4-еу, одан кейін 3-еу, одан кейін 4 воздушныйдан салып отырамыз. Сегізінші қатар біткеннен кейін қайтадан тоқимыз. 8-ші қатарға дейін бірге тоқиық. Міне достар, мен тоқып болдым соңына дейін. Осы жерде басымен біріктіріп, енді мінекей, ең соңғы тұрған қатар, осыны өрнектейміз. Осыны өрнектеп осындай өрнек тоқимыз. Ол үшін мінекей, тұрған столбикке салып, столбик без накид тоқимыз. Енді мұнан ішінен келіп, тағы да столбик без накид. Мына өрнектердің ішінен 2 столбик тоқыдымда, енді 3 воздушный көтеріп, міне мынаның біріншісіне емес, екіншісіне осылай столбик без накид тоқим болған. Осы қабырғасына воздушный, 3 воздушныйдың қабырғасына осылай тоқим. Енді қайтадан осы өрнектің ішіне столбик без накид тоқим. Одан кейін осы ашық тұрған жерге тоқим. Өзі көрініп тұрады, сол тесіктерге столбик без накид тоқып шығамыз. Ішіне тоқимыз. Bir, 2, 3. Үштің екіншісіне столбик без накид тоқимыз. Одан кейін қайтадан осы өрнектің ішіне, одан кейін өрнектің сыртында тұрған бірінші столбикке, одан кейін 2 жалғаған ортасына, одан кейін столбикке, сосын өрнектің ішіне 2 столбик без накид тоқып, 3 воздушный көтеріп, екінші воздушныйдан бастап столбик без накид тоқим. Дәл осылай соңына дейін тоқимыз. Мына жерге дейін келіп тоқимыз. Осы жерге дейін келіп тоқимыз. Осы жерге дейін тоқимыз. Мінекей достар, мен соңына келдім. Енді осы жерден біріктіріп, мына жібімізді қиып тастаймыз.
осылай жасырамыз. Мінекей достар, менде осындай әдемі және ерекше табақ төсеніш шықты. Осылай әдемі қылып тоқысаңыздар, табақтарыңыздың астына төсеп қойсаңыздар болады. Мінекей. Әдемі әрі ерекше. Видеоның соңына дейін көргендеріңіз үшін көптен көп рахмет. Келесі видеода жүздескенше сау болыңыздар.